Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жамбылдықтар Олимпиада чемпионы Елдос Сметовті зор құрметпен қарсы алды. Жазғы Олимпиада ойындарының чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Елдос Сметовті Жамбыл жұртшылығы Тараз қаласының шығыс қақпасынан сән-салтанатпен қарсы алды. Салтанатты шараға Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев, өңір тұрғындары мен зиялы қауым өкілдері, спорт жанкүйерлері, белсенді жастар қатысты. Облыс әкімі Елдос Сметовке барша жамбылдықтардың атынан алғыс білдірді. Елімізге туып өскен жерің Жамбыл төріне Олимпиада чемпионы болып оралуымен құттықтаймын. Бұл жеңіс жалпы қазақстандықтардың, жамбылдықтардың ортақ қуанышы. Сен нағыз батырсың. Өзіңе сенім артқан мемлекет басшысының барша жанкүйерлердің, жамбылдықтардың үмітін ақтадың, деді Ербол Қарашөкеев. Елдос Сметовті қарсы алу рәсімі Жабаев даңғылы мен Сүлейменов көшесі бойынша көліктердің салтанатты шеруімен жалғасты. Жол бойындағы жамбылдықтар чемпионға зор құрмет, ыстық ықыластарын білдірді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.